Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мінекей Алиэкспресстен келген тапсырыс, Қытай елінен келген. Бұның ішінде осы фотографтарға не болмаса видеографтарға арналған осындай бір аксессуар. Мінекей мына жерінде де жазылып тұр. Фотография аксессуар. Мінекей бағасы 11.74. $11.74 құрайды. Мінекей өзінің бағасын жазып берген екен саудагер. Ашып көрейік. Бұл жаңағы осы 11-ші қарашада өткен бүкіл әлемдік сауда күнінде тапсырыс берілген болатын. 360 градус айналатын осындай таймлапстарды түсіруге, яғни круговой таймлапс дейді. Таймлапстарды түсіруге арналған осындай құрылғы. Мінекей 60 минут, 90 минут дейді, 120 минут. Яғни 120 минутты 2 сағатта бір круг айналып шығады деген сөз. Мінекей естіп тұрсаңыздар, ішінде сағаттың тілі сияқты мінекей шық-шық деп жүріп атыр. Ішінде сондай бір керісінше жаңа обратный отсчет деген сияқты механизмі бар. Қалға 30 минуттан кейін бітсін десек, бұла қойып қоймыз, өзі ақырын айланып келеді да, жүріп жеткен кезде мынандай қоңырау ойнайды. Будильник сияқты. Асты мына жерінде мынандай штативтерге бекітілетін осындай бір бұрамасы бар. Мысалға мінекей бұлай бекітіп қоямыз да, осындай қойып қоямыз. Және мына үстіне камерамызды қойып қоямыз. Сол камерамыз 2 сағаттың ішінде бір круг айналып шығады. Сол бір кругты жаңа таймлапс ретінде түсіріп, осындай бір керемет кадр алсақ болады. Таймлапс деген, егер түсінбей отырсаңыздар айта кетейін, ол жаңағындай кейде видеолар болады ғой, жаңағындай жылдам көрсетілетін, жылдам жылжитын, мысалға қаланың тіршілігі болсын, адамдар жүріп жатқан жаңағындай көрініс болсын, сондай жылдам жүретін, күннің тез батып бара жатқаны болсын, соның бәрі таймлапс деп аталады. Сондай видеоларды түсіруге арналған осындай құрал. Қазір осы видеоның соңында сіздерге сондай бір әдемі кадры көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер видео ұнаса, осы видео лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, каналға жазылып достарыңызбен бөлісеңіздер болады. Бұл тауарға сілтемені осы видеоның астынан көрсеңіздер болады. Егер ұнап жатса, алуға болады. Бұл енді жандай фотомен, видеомен айналысқысы келген жандарға осындай алғашқы бір арзан оборудованияның біреуі десек болады. Өйткені жандай фотографтарға, видеографтарға арналған құрылғылар өте қымбат. Сол сияқты қызықты нәрселер түсіруге арналған осындай құрылғы. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.